Жаһандық дәуірдегі жанталаста қолданыстағы сөздердің қатары жыл емес күн сайын жаңа терминдермен толыға түсуде. Соның бірі бизнес-инкубатор. Бірі білсе, бірі біліп үлгермеген бұл сөздің қамтыр аудиториясы кең. Бизнес-инкубатор бүгінгі студент, ертеңгі маман үшін үлкен мүмкіндік. Бұл ғылым мен тәжірибені ұтымды ұштастыруды көздейтін жоба. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде ашылғалы отырған орталық жұмысына алғашқыда 120 студент пен 20-ға жуық жас ғалым тартылмақ. Яғни бұл санатқа кіргендердің барлығы да отандық бизнесті дамытуға деген белсенділігімен көзге түскендер. Айта кету керек, бизнес-инкубатор орталығы облыстағы белгілі кәсіпорындар мен қоян-қолтық жұмыс атқаратын болады. Қазір жоғары оқу орындар мен кәсіпорындар арасында 12 келісім шарт пен бірнеше меморандум жасалып қойған. Сегодняшний день бизнес-инкубатор – это начало навыки бизнеса. Бүгінде бизнес-инкубатор кәсіпкер болудың қыр-сырымен жақынырақ таныстырудың бір әдісі болып табылады. Мәселен, бұл жерде студент өзінде құн, бизнес-жоспар дегеніміз не екендігімен танысады. Біздің мақсатымыз жастардың білімін тәжірибемен ұштастыру. Алтынтау, Қазақ алтын, Тыныс, Көкшетау сүт зауыты сияқты кәсіпорындарға бірлесіп жұмыс істеуге ұсыныс айтылған болатын. Олар әрине қолдап отыр. Бизнес-инкубатор орталығының ашылуын асыға күткендердің бірі Көкшетау мемлекеттік университетінің аға оқытушысы Динара Қақабаева. Ол былтыр университет көлемінде ұйымдастырылған жастар және ғылым атты байқауда жүлделі орынды еншілеген. Оқытушы бизнес-инкубатор жобасы арқылы өзінің ойда жүрген арт-терапия студиясын ашуды көздейді. Но мы планируем запустить студию арт-терапии. Бұл студия педагогикалық, психологиялық жұмыстарда маңызды құрал саналады. Әсіресе психологиялық ақауы бар балалармен жұмыс істейтін мекемелер үшін аса қажет. Сондықтан да оған деген сұраныс та жоғары болады деп ойлаймын. Қорыта айтқанда, бизнес-инкубатор жастарды студенттік шақтан бастап еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті маман етіп шығаруды ойластырған орталық. Олар өз бизнесін ашудың алғы шарттарын да осы жерден біліп шығады. Бизнес-инкубатор орталығының ашылу салтанаты ақпан айының ортасына жоспарланып отыр. Әсем Қаматайқызы, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат.